Пештегі алтын. Ертеде бір әпкелі сіңлі екі қыз өмір сүріпті. Бір күні әпкесі мыстанға барып қызметші болып жалданады. Ал қызым, менің қасымда қал, мен дүңгіршекке барып келейін, ал сен үйді жинастыр. Тек пешке көз салушы болма, деп үйден шығып кетеді. Мыстан кетісімен қыз шапшаң пешке жақындап ішіне үңіледі. Қараса пештің ішінде алтын салынған қап ілулі тұрады. Қыз ілулі тұрған алтынды алады да үйден қашады. Жүгіріп бара жатып сиырды көреді. Қыз, мені сауып кетші. Қаншама жыл болды мені ешкім саумағалы, деп өтінеді сиыр. Менің уақытым жоқ қой, деп қыз ары қарай жүгіре жөнеледі. Жүгіріп бара жатып қойды кезіктіреді. Қой маңырап, қыз, менің жүнімді қырқып кетші, қаншама жылдар бойы ешкім қырыққан емес, деп қой жалынады. Менің уақытым жоқ қой, деп қыз жүгіре жөнеледі. Жылқының жанынан өтіп бара жатқанда, қыз, мені мініп, кішкене қыдыр, әйтпесе қаншама жылдар бойы ешкім мінген емес, деп қиылады жылқы. Дәл қазір менің мүмкіндігім жоқ қой, деп қыз жүгіре жөнеледі. Диірменнің жанынан жүгіріп бара жатқанда, диірмен, қыз, бұл диірменнің тартылмағанына көп жылдар болды. Бір іске қосшы, деп өтінеді. Менің оған уақытым жоқ қой, деген бойда диірменге кіріп, есіктің артына жатып ұйқыға жатады. Осы кезде мыстан да үйіне оралады. Қараса, үйінде не қыз, не алтын жоқ. Мыстан үйінен шығып сиырға барып, сиырым, менің сиырым, менің қызым қайда кетті? Жалқау алдамшы ұры екен. Менің барымды ұрлап кетіпті, дейді. Асығыс едім, деп сиыр мөңірейді. Мыстан қойға жақындап келіп, қойым, менің қызым қайда кетті? Жалқау алдамшы өзі ұры екен, мендегі барды ұрлап кетіпті, дейді. Жағалауда жүрген едім, деп қой жалтарады. Мыстан жылқыға келіп сұрайды. Жылқым, менің жылқым, менің қызым қайда кетті? Жалқау алдамшы өзі ұры екен, мендегі барды ұрлап кетіпті, дейді. Анау төбенің астына бар, деп кісінейді. Шарасы таусылған мыстан диірменге келеді. Диірмен, досым менің қызым қайда кетті? Жалқау алдамшы өзі ұры екен, мендегі барды ұрлап кетіпті. Ал сен менің есігімнің артына үңіліп қара, дейді диірмен. Есіктің артына қараса, қыз қатты ұйқыға кетіпті. Мыстан дереу қызды тасқа айналдырып, алтынын алып үйіне қайтады. Көп кешікпей мыстанға екінші қыз келіп, қызметші болып жалданады. Ал қызым, менің қасымда қал, мен дүңгіршекке барып келейін, ал сен үйді жинастыр. Тек пешке көз салушы болма, деп жөніне кетеді. Мыстан кетісімен қыз пешке жақындап ішіне үңіледі. Пештің ішінде тұрған бір қап алтынды көреді. Қыз алтынды алып, сол мезетте тайып тұрады. Сиырдың қасынан жүгіріп бара жатқанда, қыз, мені сауып кетші, әйтпесе қаншама жылдар болды. Ешкім саумағалы, деп сиыр өтінеді. Қыз дереу сиырды сауып, ары қарай жүгіре жөнеледі. Алдынан қой шығады. Қыз, менің жүнімді қырқып кетші, әйтпесе қаншама жылдар болды, ешкім қолында тигізбеді, деп өтінеді. Қыз қойды қырқып ары қарай жүгіре жөнеледі. Қараса, қарсы алдында жылқы тұрады. Қыз, мені мінбегелі неше жыл болды, маған мініп кішкене серуендеші, дейді. Қыз атқа мініп, кішкене серуендеп ары қарай жүгіре жөнеледі. Қараса, алдынан диірмен тұрады. Оған да тіл бітіп, бұл диірменді тартпағалы неше жылдың жүзі болды. Маған да бір көмегіңді тигіз.
Қараса, қарсы алдында жылқы тұрады. Қыз, мені мінбегелі неше жыл болды. Маған мініп кішкене серуендеші дейді. Қараса, алдынан диірмен тұрады. Оған да тіл бітіп, бұл диірменді тартпағалы неше жылдың жүзі болды. Маған да бір көмегіңді тигіз деп өтінеді. Қыз диірменді тартып, өзі де есіктің артына жатып ұйқыға кетеді. Осы кезде Мыстан да үйіне оралады. Үйде не қыз, не алтын жоқ. Мыстан сиырға барып, сиырым, менің қызым қайда кетті? Жалқау, алдамшы ұры екен, менің барымды ұрлап кетіпті, дейді. Білмеймін деп сиыр мөңірейді. Мыстан қойға жақындап келіп, қойым, менің қызым қайда кетті? Жалқау, алдамшы, өзі ұры екен, мендегі барды ұрлап кетіпті, дейді. Көрмедім деп қой маңырайды. Мыстан жылқыға келіп, жылқым, менің қызым қайда кетті? Жалқау, алдамшы, өзі ұры екен, мендегі барды ұрлап кетіпті, дейді. Мен қайдан білейін деп кісінейді. Шарасы таусылған Мыстан диірменге келеді. Диірмен, досым, менің қызым қайда кетті? Жалқау, алдамшы, өзі ұры екен, мендегі барды ұрлап кетіпті, дейді. Не дейсің? Мен мүлде естімейтін болдым, дейді диірмен. Ішке кіріп, тастың үстіне тұршы, әйтпесе сенің даусыңды ести алар емеспін, дейді. Диірмен, досым, менің қызым қайда кетті? Жалқау, алдамшы, өзі ұры екен, мендегі барды ұрлап кетіпті, дейді. Осы кезде диірмен іске қосылып, Мыстанды ұнтақтап, ұнға айналдырып жібереді. Қыз да ұйқысынан оянып, есіктің артындағы тасты әпкесіне айналдырып, үйлеріне қайтады. Содан бері бай, қуатты өмір сүрген екен.